Сындарма балалар, қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 22-ші сабақ, сабақтың тақырыбы пайымдау мәтіннің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. 33-ші жаттығуға қараймыз. Пайымдау мәтін сызбасына қара, ол қандай бөліктерден тұрады? Пайымдау мәтіннің бөліктерін қандай сөздермен байланыстырып тұрғанын айт дейді. Пайымдау мәтіні бұл дәлелденетін пікір және дәлелдеу пікірі, сондай-ақ қорытынды бөліктерден тұрады. Пайымдау мәтіндерінің бөліктері өйткені, себебі неге десеңіз, сондықтан, сол себепті демек сөздері байланыстырып тұрады. 34-ші жаттығуға қараймыз. Пайымдау мәтіннің бөліктеріне назар аудар дейді. Бірінші, дәлелденетін пікір. Мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй құрылысшыларға өте ұнаған еді. Екінші, дәлелдеу пікірі. Кірпішті саз бен құмнан жасайды, ал саз бен құм барлық жерден табылады. Кірпіш отқа жанбайды, суға ерімейді, қатты аязда да шытынамайды. Үшінші, қорытынды бөлімде кірпіштен салынған үй қыста жылы, жазда салқын болады дейді. Пайымдау мәтіннің бөліктері жоғарыдағы сызбада берілген көмекші сөздердің көмегімен байланыстырып жаз. 35-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы дейді. Атымтай жомарт. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ақша, тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып өз басыңызды, мәртебеңізді төмен түсіріп, кедей адамша отын кесіп шөп тасығаныңыздың мәні не? Жомарт айтты. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті үнемі әдет етсем, көңілге желік кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз алмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетімен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сінімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбін өзім жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне кінәлі болармын деп қорқамын. Мәтіндегі пайымдау бөліктерін ажырат. Түсіндірмені дәлелдеуді нақтылап тұрған көмекші сөздерді тап. Бұл жерде пайымдау мәтіні, түсіндірмені нақтылап тұрған көмекші сөз, себеп, сөйтіп. 6-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Тазалықтың сыры. Үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Сонда мысықтардың ерекше таза болып шыққаны ма? Оның әртүрлі себебі бар екен. Мәселе тазалықта ғана емес. Мысықтар үстін жалаған кезде кірін кетіріп, тамақ қалдықтарынан тазарып қана қоймайды. Денесінен шығатын иісті де жояды. Өйткені олар үшін иіс өте зиянды. Себебі жемтігі оның иісін күні бұрын сезіп қойса, ол аш қалады. Сондықтан жуынып, тазарған мысық құлағын тігіп, тышқан інінің аузында әлденеше сағат аңдып отырып, мақсатына жетіп тынады. Бұл мәтіннің қай түрі? Өз сөзіңмен пайымдау мәтін бөліктерін қамтылатындай етіп мәтінді ықшамдап жаз. Бұл жерде мәтіннің пайымдау түрі. Өйткені түсіндірмені дәлелдеп
нақтылап айтылып тұр. Шамдап жазу. Үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Сондықтан мысықтардың ерекше таза болып шығатыны ма? Мәселе тазалықта емес, мысықтар үстін жалаған кезде кірін кетіріп, тамақ қалдықтарынан тазарып қана қоймайды, денесіне шығатын иісті де жояды. Сондықтан жуынып тазарған мысық құлағын тігіп, тышқан інінің аузында әлденеше сағат аңдып отырып, мақсатына жетіп тынады.